Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай құймақтың ішіндегі ет тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Мендегі 400 грамм ет, соның 200 граммын қолданамын. 4 штук орташа пияз және болгар бұрышы, үлкен сәбіз. Етті біз майда көбек қылып тураймыз. Табаға май құйып, етті қуырамыз. Етті тұздаймыз. Қара бұрыш қосамыз. Басқа да етке арналған дәмдеуіштерді қосуға болады. Етті жақсылап қуырамыз, соған қайнаған суды қосамыз. Пиязды майдалап тураймыз. 25 минуттан кейін су тартылды. Соған біз пияздардың жартысын қосамыз. Жартысын подливаға қалдырамыз. Болгар бұрышын көбек қылып тураймыз, оны етке қосамыз. Сәбізді кішкентай теркадан өткіземіз. Сәбіздің жартысын етке қосамыз, қалған жартысын біз подливаға қолданамыз. Негізі мен тамақ жасаған кезде бәрін бірге жасаймын. Мысалы, ет қуырылып жатқан кезде мен гарнирді жасаймын. Начинкамыз дайын, ендеше құймақты пісіреміз. Құймаққа 3 жұмыртқа керек. Шамалы тұз қосамыз. Осы құймақ рецептімде мен түрік кесемен өлшеймін. Осы түрік кесесі біздің стандарттық кружкамыздың жартысы болып есептелінеді. 2 бардак сүт, 2 бардак ұн, жақсылап араластырамыз. Бардактың жартысын кипяток. Бір ас қасық жемішкі май қосамыз. Құймақты майда қуырамыз. Осындай болып шығады. Құймақтың ішіне видеодағыдай начинканы саламыз.
құймақтарны салып болдым. Менде бір ғана құймақ қалып қойды. Майдың үстіне біздің құймақтарымызды қызарғанша қуырамыз. Құймақтарды қуырған кезде шовты астына қаратамыз. Құймақтарымызды салфетканың үстіне қоямыз. Осы құймақтардың ішіне ірімшік салсаңыз өте дәмді болады. Ендеше подливаны жасаймыз. Майға пияз, сәбіз және қызанақтарды қуырамыз. Қуырғаннан кейін су қосамыз және де томатный паста. Гарнирға картоп пюресін жасаймын. Тамақ дайын, астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.